Бұл жерде общий товар оборот 15 миллион, реферальный бонус 27%. Не жермен толығырақ түсіндірейін, толық жазылмаған екен. 3 түрлі пакет біздегі. 661 мыңды көп ешкім алып та жатқан жоқ, ешкімге айтып жатқан жоқ. 15.500, 71.275 мың осы 3 түрлі пакетті сатып алуға болады бірден. Екіншісі апгрейд жасап шығуға болады. Апгрейд жасап шыққан кезде де разницасынан сіздерге реферальный бонус түседі. Үшіншісі, бұл жерде мысалға сіз 15.500-де тұрсыз, Үшінші вариант ретінде 15.500-бен өзіңізге 5 адам жазған кезде, мына осы пакетпен сіз автоматты түрде келесі пакет 2 даймандқа шыға аласыз деген сөз. Бірақ бұл сөз түрде 5 личинеге өсіру керек деген шарт емес, пакет көтерудің 3 түрлі варианты. Ал енді 4 даймандтан бастап командалық бонуспен 4 даймандтан бастап қарасаңыздар, бұл жерде активный ветка деп айтсақ болады, болмаса квалификация қалай еді? Ветка деп айтып жатыр, лидерлерін солай айтқан дұрыс деп жатыр. Қарасаңыз, мысалға классика болғаннан кейін сізде 1 бола ма, 2 бола ма, 5-6 ма, бірнеше личник болады. Сізде 4 даймандқа шығу үшін бір активный структураңыз 765 мың теңге товар оборот берді. Ал мына жақтағы веткаларыңыз барлығы жиналып жүріп 765 мың теңге оборот берді. Общий товар оборот 1 миллион 530 мың болғанда сіз командамен де 4 даймандқа шыға аласыз деген сөз. Ал енді 5 даймандқа келетін болсақ, тоже сондай. Бір веткаңыз 7 миллион 650 мың теңге товар оборот беріп, қалғандары 7 миллион 650 бет. Общий товар оборот 15 миллион болған кезде сіз 5 даймандқа шыға аласыз деген сөз. Ары қарай 6 дайманд, общий товар оборот, бір веткаңыз 46 миллион, общий товар оборот 92 миллион болған кезде 6 даймандқа шығасыздар. Бұл жерде реферальный бонус 29%. Ал енді 7 даймандтың товар обороты, бір веткаңыз 225 миллион товар оборот берді. Қалған веткаларыңыз жиналып, общий товар оборот 765 миллион болған кезде сіз 7 даймандқа шығасыз, реферальный бонус 30% деген сөз. Түсінікті ғой? Бұл жерде реферальный бонус аты разница чексіз беріледі. Мысалға мен 5 даймандта тұрмын, мен өзіме личник шақырсам 27% алам. Ал менің екінші линияма, үшінші линияма біреу 19-ға тіркеліп жатыр, біреу 23-ге тіркеліп жатыр, мен не алам десеңіз, мысалға, оның спонсоры 25-те тұрса, мен 25-те 27-дің разницасы 2% алып отырам деген сөз. Яғни реферальный бонус аты разница чексіз ала бересіздер. Бірінші түрлі табыс көзі түсінікті болса, екінші түрлі табыс көзі 5 даймандтан басталады, бұл ай сайын беріледі. Әр айдың 10 күні бізде командалық бонус түсетін күн. Мысалға, кеше бізде түсті, мен чатқа салдым фото жарысты. Сізде жалпы командаңыздан 0 теңгеден 7,5 миллион теңге аралығында товар оборот болса 3% аласыз. 7,5 миллионнан 18 миллион аралық болса 5%. 18-ден 38 миллион аралығы 7%, 38-ден 59 миллион аралығы 8%, 59 миллионнан 79 миллион аралығы 9%. 79-дан 120, 10, 120-дан 150, 11, 150-ден 200-нан дұрыс жазбаған. 334-те қойып, 12, 334 миллионнан жоғары 13% деп тұр. Бұны қалай түсінеміз? Командалық бонус бірінші шарты 5 даймандқа шығу керек. 5 дайманд болдыңыз. Мысалға, мына кісілер личник деп ойлайтын. Мына кісі мысалға айына 5 миллион жасады. Мына кісі 10 миллион, мына кісі 15, мына кісі 20, мына кісі 30 жасады деп ойласа, осы айда менің командалық товар оборотым мысалға 70 миллион дейсілайын. 70 миллионның, мына кісіден 5 миллионның 9% 450 мың теңге алам. Сіз 10 миллион жасадыңыз, 9% сізден 900 мың теңге алам. Мына кісіден солай алам. Мысалға, мына кісі 20 миллион жасады дедім. 20 миллион ол уже кім? 5 даймандқа шығып алды деген сөз. Ол кісі 20 миллионның 7%-ын алады, яғни 140 мың теңге командалық бонусын алады. Мен не алам десеңіз, 9-дан 7-нің разницасы 2% алам деген сөз. 20 миллионның 2% мысалға маған бұл кісіден 400 мың теңге түседі деген сөз. Командалық бонус осылай саналады. Чек-чекті сетте жүргізгісі біледі, адамдардың табысынан берілетін табыс. Көптеген компанияларда үлкен статусқа шыққаннан бастап чек-чек беріледі. Ал бұл жерде сіз бір даймандтан бастап чек-чек ала аласыздар. Яғни бір дайманд 3 линиядан, 2 дайманд 4 линиядан, 3 дайманд 5 линиядан, 4 дайманд 6, 5, 6, 7 дайманд 7 линиядан чек-чек аласыздар. Бұлайша айтқан кезде сіз бірінші күні компанияға келдіңіз, мейлі бір адам жазыңыз, 2 адам жазыңыз, уже сіздің кабинетіңізге чек-чек түсіп бастайды. Адамдардың табысынан табыс деген сөз, Ал енді 5-ші табыс көзі дивиденд деп аталады. Дивиденд енді өте жақсы. Мен мына бүгін 4-ші түрлі табыс көзіне қатты риза болып тұрмын. Өйткені бұл корпорация 1-ші айдың 11 күні ашылды. Бүгін 10 ғой. 10 ма?
бір ай болғанда біз 20-сынан бастап жұмыс жасадық, иә. 20-сынан бастап жұмыс жасадық, содан бергі 11 күндегі табысымызда дивидендтің суммасы менің көңілімнен шықты мысалға. Қарасаңыздар, дивиденд деген сөз компанияның осы айдағы тауар оборотының 1,5%, общий товар обороты. Мына жерде дивиденд 1,5%, мына жерде негізі өзім жасаған соң кішкене ай сайын беріледі, 5 аймақтан бастап, иә. Бұл жерде общий компанияның товар обороты, егер де 100 миллион десе, сіздер енді барлығыңыз отырған соң түсіндіріп кетейін, иә. Санау формуласын түсініп алыңыздар. Мысалға, осы айда компанияның товар обороты 100 миллион деп жазайын, иә. Соның 1,5%-ін бізге дивиденд ретінде береді. Оны қалай санайды? Мысалға, компанияда қазір 5 аймақ бар, иә. Мысалға, Минардың товар обороты қанша? Минардың 5 аймақтағы товар оборотын қалай санаймыз? Менің большой веткамның 30% товар оборотын алады. Оған бүкіл малый веткамның товар оборотын қосады. Мысалға, енді мен бұл жерде цифрды айтып тұрмай қойым, примерно айта салайын, бір 20 мың доллар дейсілайын, грубо айта салайын, 20 мың доллар жасады. Енді Нариман мырзаныкін санайды. Тура осылай, большой командасының 30%-ін бүкіл малый веткасын қосады, примерно 30 мың доллар дейсілайын жарайды. Ал енді осы жерде санаған кезде, мысалға, мейған қанша дивиденд түседі деген сұрақ қой. Мысалға, мына жерде менде 20 шығып тұрса, 20 мың долларды, например, бөледі мінекеміздің қосындымызға. 20 мың доллар, қосам 30 мың доллар. Яғни, общий қанша? 50 мың доллардың товар оборотын бөледі. Примерно айтқанда бұл жер 0,04 па сондай шығады. Енді бұлай санаңыздар. 100 миллионды көбейтіңіз, 1,5-ға көбейтіңіз, 0,4 десеңіздер, примерно 800 доллар шығып. Мен грубо санап тұрмын, нақтылап санау керек. Сонда мысалға бүгін маған дивидендке 380 мың теңге түсіп тұр екен 11 күнге. Бұл өте жақсы мысалға. Бұл компанияның, көптеген компанияларда дивидендті үлкен бриллиантовый статусқа, болмаса бір жоғарғы статусқа шыққанда дивиденд алады. Бұл жерде біз кіргеніміз осы, уже бастап дивиденд алып отырмыз. Бұның барлығын компьютер санайды, ешкім басын ауыртуға қажеті жоқ, просто жүйесін білсеңіздер болады, логикасын. Ал енді барлық адам қатыса алады, кабинетіңізде саяхатқа 1,5%, машинаға 1,5% береді. Бұл жүйе осылай, санайтын кезде бұл жерде 5 аймақтың адам саны аз болғанмен көбірек шығуы мүмкін, бірақ әдеттегі халыққа мысалға азырақ шығады. Соның өзінде небәрі 11 күндегі бізге машинаның бонусына мен кабинетін көрсеңіздер болады. Мына жерде маған 100 мың теңге түсті. Машинаға 100 мың теңге түсті. Бір жылда бір рет шешіп аласыз, кабинетіңізде жиналып тұрады. Или саяхатқа барасыз, или машина аласыз деген сияқты. Ол бонус компанияның беріп тұрған қосымша бонустар болып саналады. Бұл енді өте керемет. Қарап отырсаңыздар, бір жылдың ішінде бұл жерде кәдімгідей крупный суммалар жиналып қалады деген сөз. Өйткені біз бірінші айды жапқан кезде біздегі общий товар оборот бар жоғы 30 миллион болды. Бұл 30 миллионнан саналып түскен дивидендтер. Қазірге дейінгі қосылып тұрған жоқ, қазірге дейін уже біздікі 80 миллионға таяп қалды. Мен уже осы айда может 6 аймақты жабатын шығармыз мысалы. Ал енді дивидендті түсінсеңіздер, повторный покупка 5-ші түрлі табыс көзі. Бұл жерде тоже бізге реферальный бонус, командалық бонус беріп тұр. Компанияның маркетингде рефералканы 2 рет, командалық бонусты 2 рет беріп тұр. Бізде 9 түрлі бар, 2000 түрлі тұрмыстық бұйым бар деп айттық. Ертең әрқайсыңыз үйіңізге порошок аласыздар, керекті жарақ заттарыңызды аласыздар. Сол жерден бастап сіз 2 даймонд болсаңыз 5% реферальный бонус, 3 даймонд болсаңыз 7% реферальный бонус, 4 даймонд болсаңыз 9, 5 даймонд болсаңыз 13, 6 даймонд болсаңыз 16, 7 даймонд болсаңыз 19% реферальный бонус беріп тұр. Еще бұл жерде атырайжынша чексіз ала бересіздер. Бұл енді өте керемет. Мысалға, халық бар жерде маркетинг компания ұзаққа барады. Мысалға, мына кісі үйіне 100 мың теңгеге керек жарағын алды бір айда. Менің командам, мен ол кісіден 13% аламын. 100 мың теңгені затын алса, маған 13 мың теңге түсіп тұр. Ал бұл кісінің командасы алып жатыр, маған разницасынан ақша түсіп тұр. Ал енді командалық бонус тура солай, повторный покупканың командалық бонусының оборотынан тура жаңағыдей 0-ден 7,5 миллион теңге аралығы 3% деп бастап қойды. 3%-тен 13%-ке дейін командалық бонус беріледі. Бұның шарты тоже 5 даймонд болу керек, Қарап отырсаңыздар, біз енді ғана бастадық. Болашақта бұл Қазақстан арқылы СНГ-ға өтеді, әрбір мемлекеттер қосылады, товар оборот күн сайын көбеймесе азаймайды. Өйткені бұл компанияның 40 жылдан бері бірде-бір товарына жауып түспеген. Маркетинг 2006-тан бері өзгермейді. Бұл жерде тұрақты международный рынокта өзін дәлелдеген корпорация осындай маркетинг планмен болашақта барлықтарыңыз миллионер боласыздар.